Алла Тағаланың осы дүниеде адам баласына берген үлкен нығметтерінің бірі ол әлбетте туысқандық, бауырларымыз. Бірінші, Алла Тағала бізді өзімізді осы дүниеге жаратты, жаратушымызға мыңдаған шүкір. Екінші, ол бізге бұл дүниедегі нығметтермен бізді жарылқады. Ол нығметтерінің бірі, ең бірінші бізге берген нығмет қылған жанұя, отбасымыз, жарымыз, Алланың сыйлаған перзенттері, және де жақын туыс бауырларымыз. Міне исламдағы осы туысқандарымыздың алдындағы біздің қарым-қатынас туралы шариғатта не деп айтты екен? Білеміз, біздің қасиетті асыл дінімізде әрбір адамның бойында фарыздары бар. Ол Алла Тағаланың Құрандағы бұйырған фарыздары бар, және де өзіміздің айналадағы адам пенделерге фарызымыз бар. Ата-ананың алдында біздің парызымыз бар. Ата-ананың өзінің перзенттерінің алдындағы фарыздары бар. Және де өзіміздің бауырларымызға деген фарызымыз бар. Бауырларымызға деген қарым-қатынастағы өзіміз міндеттеріміз бар. Көршімізге міндетіміз бар. Көршінің өзі бізге, Алла Тағала көршіге бізге міндет жасап қойған. Оның біреуі, мысалы, көршің аш ұйықтаса, сен тоқ ұйықтасаң, онда сен мұсылманнан емессің деген хадис бар. Яғни үмметімнен емессің деген. Енді және де осы ерлі-зайыптардың арасында фарыздар бар. Күйеуінің әйелінің алдында фарызы бар. Әйелінің күйеуінің алдында фарызы бар. Қандай міндеттер атқару керек екенін. Жалпы, егерде біз ақиқатына келетін болсақ, онда біз бәріміз бауырымыз. Біз туғанбыз, бәріміз де туғанбыз. Неге? Әкеміз мен шешеміз біреу ақ бәріміздің. Кім? Адам ата мен Хауанадан тарадық. Ярғы ең үлкен әкеміз бен шешеміз бір-ақ адам. Сол үшін біз бірімізбен бауырымыз. Туыстық қарым-қатынасты біздің халқымыз әлбетте қашанда жоғары қойған. Әйгілі ағартушы Ыбырай Алтынсарин өзінің бір еңбегінде айтқан екен, балаға берілетін бірінші тәрбие ата-анаға құрмет қылу, туған туысына құрмет қылу, жолдасын сыйлауды үйрету деген екен. Тәрбие дегеніміз ол анау болады, мынау болмайды дегеннен негізі құрмет қылуды үйрету, ол бірінші біздің міндетіміз екен. Сондықтан да бала тәрбиесінде туған туысқандарға деген мейірімділік, жанашырлық көрсету, сондай тәрбиеге тәрбиелеу, ол біздің басты міндетіміз екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтты? Осы тәрбие туралы айтты: ата-ананың баласына беретін ең үлкен сыйлығы не деп ойлайсыздар? Тәрбие деген екен. Анау алып берген коттедж, астына мінгізіп қойған анау джип, немесе мерседес, немесе жаңағы қалдырған өзінің жаңағы мұрасы, байлығы, ол емес сыйлық. Ең үлкен сыйлық, ата-ананың сыйлығы баласына ол көркем тәрбие деген екен. Барлығымыз ағайын туыс, бәрімізде де бар, Аллаға шүкір дейік. Сондай ағайын туыстың арасында қатынас дегенді қалай түсінеміз? Ол туралы Құран кәрімде де, ол туралы хадистерде де, ол туралы біздің өткен дана бабаларымызда да үлкен ойшылдарымыз, біздің өткен үлкен ойшылдарымыз, біздің даналарымызда біреуі осы туралы айтпай кеткен жоқ, бәрде айтып кетті.
Абай атамыз айтты, адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп дейді. Яғни ол Абай атамыз қалғандарға деген махаббатты бізге өсиет қылып кетті. Туысқандық қарым-қатынас деген қандай, не өзі? Ол туыстардың үйіне бару, хабарын алып тұру, хал жағдайын сұрау, хат жазу, телефон соғып, хабарласып, хабарды үзбеу, ортадағы қатынасты үзбеу, ауырып қалса халын сұрау, тойына шақырса тойына бару, енді бір қиыншылыққа түсіп қалса қасында табылу. Осындай, егерде осындай жағдайларда сіз туыстарыңызға керек қылмасаңыз, ол қарым-қатынас үзілді дегеннің белгісі. Енді туысқандық қарым-қатынас дегеніміз ол біздің дініміздегі ең бірінші орында тұрған мәселе. Жалғыз өзінің туысымен емес, осы мүмин бауырларымызбенен, осы жамағатымызбенен бірімізге деген жүректе рахмымыз бірімізге. Ол біздің дініміздің ерекше бір мәселесі, ерекше бір сондай бір құбылысы. Алла Тағала Құран Керімде Ниса сүресінің 1-ші аятында айтады: Астаузу биллахи ваттақуллаха аллази тасаалуна бихи вал архам инналлаха кана алейкум рақиба. Алладан қорқыңдар, туыстық қарым-қатынастарыңды үзуден сақтаныңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты бір хадисінде: Ла ядхулул жанна, жаннатқа кірмейді, мән кәна фи қалбихи мисқалла зарратин минал кибр дейді. Жүрегінде шағының тозаңындай тәкаппарлық бар адам жаннатқа кірмейді деген. Сонда ағайын туысқа тәкаппар қылған, ағайын туыспенен қарым-қатынас үзген адам, ол қандай белгі адам бойындағы? Ол тәкаппарлық белгісі. Негізінде сондай-ақ Алла Тағала ағайын туыстарға қарияласып, қолдары қысқарып, қажеттілік туындағанда оларға қол ұшын беруді Құран Кәрімде былай деп келтірді: Астаузу биллахи инналлаха я'муру бил адли вал ихсани ва ита'i зил қурба. Негізінде Алла Тағала сендерге әділетті болуды бұйырды, игілік жасауды және ағайын туысқа қарияласуды бұйырды дейді. Бізде тағы да халқымыздың мақалдары бар: өле жегенше ағайыныңмен бөле же дейді. Туысы бардың қонысы бар, туысы бардың уысы бар дейді. Расында 12 ғасырдан бері ата діні ислам жолымен жүріп, қасиетті Құран мен ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям асыл хадистерінен нәр алып сусындаған ата бабамыз туысқандық қарым-қатынасқа ерекше мән берді, жете көңіл аударды. Мәшһүр Жүсіп бабамыз өлеңдетіп келтіп, енді көптеген ақын бабаларымыз өлеңмен айтқан туысқандық туралы, бауырмалдық туралы Мәшһүр Жүсіп бабамыз былай деп айтады: аманыңды елжіреп, мақтайтынды ағайын, алыстамай айналып, жақтайтынды ағайын, ауырыңды жеңіл қылып, жоқтайтынды ағайын, еркелетіп бетіңнен қақпайтынды ағайын дейді. Өкінішке қарай, Құран мен сүннетпен жүрміз деп, біз Құран мен сүннетпен жүрміз деп, кейбір бауырларымыз жоғарыдағы Құран аяттары мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям хадистеріне қарама-қайшы әрекет қылады. Дәлірек айтсақ, өздерінің діннен хабар жүрген туған туыстарына дінді көркем, әдемі етіп жеткізудің орнына оларға кәпірсің деп айып тағып, әке шешелерінің шаңырақтарынан кетіп қалып,
ағайындар мен туысқандық қатынастарды үзушілер табылады. Сондай бауырларымыз бар. Тіпті өзінің анасы сен намаз оқымайсың, мен сенің қолыңнан тамақ жемеймін, сенің жасаған тамағың харам деп, өзінің анасының тамағын жемей қойған бауырларымыз бар. Алла сақтасын. Алла сақтасын. Ондай пайғамбарымыз бізге оны бұйырған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге егерде ата-анаң намаз оқымаса, олардың қолынан тамақ жеме, олармен отырып сөйлеспе деген ешқандай өсиет айтқан жоқ. Бізге енді міне 27 жыл қызмет етіп жүрмін, осы имамдылық қызметте талай ата-ана келді. Сонда келгенде айтады, менің балам намаз оқи бастап еді, қуанып едім. Содан кейін сөйлеспей қойды, бізбен бірге тамақтың басына отырмай қойды, өз түйіліп қалды, тұйық болып қалды. Сонда не істейін, бұл қандай дін деп сұрағандары бар. Әлбетте бауырларымызға айтатын ақылымыз ол дұрыс емес. Бұл біздің дініміздің ол заңдылығы емес, біздің дініміздің қасиетті ислам дініміздің қағидасы емес. Міне, құрметті ағайын, мал сойып қонақ күткіңіз келді ме? Бірінші туысыңызды шақырып төрге шығарып қойыңыз. Ауырса туысыңыздың халын сұраңыз. Егерде бірге қарызға мұқтаж болып қалса, соны тауып беруге әрекет қылыңыз. Сонда сіздің туысыңыздың жүрегінде сізге деген бір мейірім, сізге деген бір рахым оянады. Себебі біздің ұлтымызда әулетке лайық саясат деген бар. Бұл әулетіміздің саясаты бір-бірімізге мейірімді болу, бір-бірімізге рахымды болу. Енді Құран Кәрімде Алла Тағала айтады, жаңа айттым ғой, туысқандық қарым-қатынас дегенді біз жаңа кейбір бауырларымыз басқаша туысқандар намаз оқымаса ол туыс емес маған, жаңағы дінді ұстанбаса туыс емес деп туысқандық қарым үзіп қойғандар. Құран Кәрімде былай деп айтады, демек сөздерінен тайқып Алладан сырт айналмақ һәм жер бетіне бұзақылық жасап араларындағы туыстық қатынасты үзбек екенсіңдер деді. Ары қарай Құран Кәрімде улаикаллазина ла'анахумуллаху фаасаммахум ва а'ма абсарахум. Алла Тағала ондайларды рахымнан аластатады, құлақтарын естімейтін тас керең қылады, көздерін көрмейтін соқыр қылады деген екен. Яғни бұл Құран Кәрімде Алла Тағаланың Бақара сүресінде, Муджаммал сүресіндегі 22-23 аяттарында айтылған. Бұл қағидатты әуелден қанына сіңірген бабаларымыз жақсының ашуы шай орамал кепкенше деген екен. Құрметті ағайын, міне уақытта болып қалған екен. Осындай егерде өзіміздің арамызда үлкен бауырмалдық болса, туыстарымыздың арасында үлкен жақсы бір ықылас болса, онда еліміз, халқымыз, мемлекетіміз мығым болады. Алауыздық жүрген жерде берекет қашады екен. Алауыздық деген бір дүние үшін, немесе басқа да бір осында нәпсің үшін туысқандарменен бет жыртысып, жаға жыртысып, сондай бір әрекетке баратын болсақ, ол әлбетте біздің надандығымыз. Қандай бір ағайындарды көрдік, бір жерге таласып, соттасып атырады, туған ағайындар. Қандай ағайындарды көрдік, өзінің жаңағы бір мұраға, бір дүниеге таласып, соттасып жатады.
ол мұсылмандарға ол тән емес. Мұсылман адамға соттасу, дүние үшін оны барып дауласу, ол әлбетте ол мұсылмандық белгіден емес, ол надандық белгіден. Бір-бірімізге үлкен ықыласта болайық, құрметті ағайын.